Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді әрі қытырлақ болып пісетін сазанның рецептісін ұсынамын, менімен бірге болыңыздар. Алдын ала жуып тазаланған балығымызды аламыз. Суынан құрғатамыз қағаз салфетка көмегімен. Бұл жерде тұздалған балық менде. Енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ортасынан кесіп, бір ыдысымызға саламыз. Бір шай қасық тұзымызды саламыз және қара бұрыш сеуіп, араластырып аламыз. Дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады, бірақ та мен қосқан жоқпын. Себебі балықтың өзінің дәмі онсыз да керемет болып шығады, егер осы рецептпен жасайтын болсаңыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін тұзымыздың, бұрышымыздың сіңуі үшін 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінеки 2 сағат өтті, енді біркелкі араластырып жіберіп, осы балықтарымызды әп-әдемі қызарып пісуі үшін панировочный сухари пайдаландым. Әрине, дүкеннен алсаңыздар болады. Егер де жоқ болған жағдайда, кәдімгі үйдегі ұнды пайдалансаңыздар да болады. Барлық жеріне біркелкі етіп жағып, алдын ала осылай дайындап аламыз. Барлығын алдын ала осылай дайындап алдым. Сұйық майымызды құйып, табаны қыздырамыз. Қызып тұрған майға біртіндеп салып, қызарғанша қуырып аламыз. Майымыз міндетті түрде қызып тұру қажет, орташа отта. Барлық жері тегіс болып қызарғанша қуырып аламыз. Егер сіздің балығыңыз 1 келі 200 грамм болатын болса, артық май құюдың қажеті жоқ. 250 грамм майда пісіп шығады. Жан-жағының барлығын қызартып қуырып алыңыздар. Дәл видеода көрсетіліп тұрғандай. Қағаз салфеткамызға балықтарымыз піскеннен кейін артық майын арылу үшін қойып қоямыз. Қалған балықтың бөліктерінде дәл осылай пісіреміз. Әп-әдемі қып-қызыл етіп және қытырлақ болып пісетін балықтарымыз дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Сондай-ақ арнамда духовкада піскен балық түрінде таба аласыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.